Оңтүстік Корея роботтар мен жоғарғы технологиялардың мекені. Көпшілікке азиялық экономикалық барыс атауымен танымал. Қазіргі уақытта оңтүстік кореялық фильмдер мен сериалдар Қазақстан мен өзге елдерді жаулап алды. Жапонияның колониясы болып, бүгінде әлемнің алдыңғы қатарлы елдеріне қосылған бұл мемлекет жайлы көпшіліктің білгісі келетіндігі сөзсіз. Оңтүстік Корея әлемдегі ықпалды елдердің санатында. Оларды тіпті Жапония мен Қытайға теңестіріп жатады. Бұл жас мемлекет үнемі даму үстінде. 1948 жыл ғана құрылған мемлекет үшін жаман емес. Оңтүстік Кореяның халық саны 52 миллион адам. Елдің аумағы 100.210 км квадрат. Әлем бойынша 107-ші орында. Елдің астанасы Сеул қаласы. Bir қызығы, Сеул сөзі кәріс тілінде Астана деген мағынаны білдіреді. Бұрында әлемде астанасы Астана деген мағына беретін екі мемлекет бар еді. Енді оңтүстік Кореяның бір өзі ғана қалды. Корея Республикасының ірі қалаларына Сеулдан өзге Пусан, Инчхон, Кванджу, Тегу, Тэджон және Ульсан жатады. Оңтүстік Корея жылдам экономикалық дамудың айқын көрінісі. Қазіргі кезде елдегі жұмыссыздық деңгейі төмендеп, орта жалақы өскен. Осыған орай Кореяда қалтасын қампайтқысы келетін шетелдіктердің саны артуда. Соғыстан кейінгі кедейлік пен дағдарысты еңсерген оңтүстік Корея экономикасы гүлденген топ 20 елдердің қатарына кіреді. Соңғы 50 жылда жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім $65 $27.800 дейін көтерілген. Бұл көрсеткіш алда әлі $40.000 дейін көтеріледі деп жоспарлануда. Жалақының деңгейі жұмысшының тәжірибесі мен жұмыс берушінің нарықтағы статусына байланысты. Мысалға, Samsung компаниясы қызметкерлеріне үлкен жалақылар төлейді. Полиция қызметкерлері орта есеппен айына $4.000, медбике $1.800, жүк тасушы $1.500, дәнекерлеуші яғни сварщик $2.800, юрист $3.800, мұғалім $2.700, ал электрик $3.000 алады. Орта жалақы $2.900. Осы көрсеткіш бойынша Корея Республикасы, Португалия, Польша, Испания және Чехияны артта қалдырды. Азия елдермен салыстырсақ, Жапонияда $3.000, ал Қытайда небәрі $850. Көп жағдайда жұмыс беруші жұмысшыны баспанамен және тамақтанумен қамтамасыз етеді. Әрине, жалақылары үлкен болғандықтан тауарлардың бағасы да біздікінен жоғары. Мысалға, нан $2.5-4, сүт $4.5, ет $8, кафеде тамақтану $6.5, арзан ресторандарда тамақтану 2 адамға $35. Брендтік киімдер қымбат, джинсы $80, кроссовкілер $100 тұрады. Баспанаға келер болсақ, орталықтан қашық бір бөлмелі пәтердің бағасы $1000 айналасында, ал орталықта $1800 басталады. Қала сыртында $400 кішігірім пәтер жалдауға болады. Кәріс медицинасы қымбат болып келеді, алайда медициналық сақтандыру жағдайды жеңілдетеді. Емделу ақысы ақш пен Еуропадан 30%-ға төмен. Жол ақысы таксимен $8, қоғамдық көлікпен $1, бензиннің литрі $1.8. Корея Республикасында барлық транспорт түрлері өте жақсы дамыған. Мысалға, Сеулдағы метро арқылы қаланың түкпір-түкпіріне, тіпті көршілес қалаларға дейін баруға болады. Қоғамдық көлікте басқаларға орын беру әдепсіздік деп саналады. Метро вагондарында жасы келген, жүкті, балалы жолаушылар үшін арнайы орындар қарастырылған. Бұл санатқа жатпасаңыз, арнайы орындарға бос болса да отырмағаныңыз жөн. Елдегі автокөлік жолдарында мін жоқ. Жол белгілерінің жүйесі жақсы дамыған. Жаяу жүргіншілердің сақ болғаны жөн, себебі жүргізушілер көп жағдайда жаяу жүргіншілерді өткізбей жатады. Кәріс асханасы негізінен ащы болып келеді. Тағамдарды даярлағанда қызыл бұрыш көп пайдаланылады. Негізгі тағамдарға күріш, кеспе, куксун нэнмён, сорпалар, тіскебасарлар, кимчи, намуль, чорим, чичим, поккым және тағы да басқалар жатады. Кәрістер үшін күріш дастарханның айнымас атрибуты, біздегі нан тәрізді. Қызыл бұрышты көп қолданатын тағамдары қызыл тоқсары түстес болып келеді. Елдегі климат жылы әрі ылғалды болғандықтан бұрыш азық-түліктің ұзақ сақталуына көмектеседі. Кәріс асханасының Қытай және Жапон асханасымен ортақ тұстары көп. Қытайлар сияқты кәрістер шошқа етін жақсы көреді. Жапондықтар сияқты шикі балықты ұнатады. Кореяда иттің етін көп тұтынады. Соңғы уақытта иттің етін тұтыну азайып барады. Өйткені жастар бұған қарсы. Десе де аға буын кәрістер әлі күнге дейін иттің етін тұтынады. Оны денсаулыққа пайдалы деп есептейді. Иттерді арнайы өсіретін фермалар әлі күнге дейін бар. Деректерге сүйенсек, 21 ғасырда оңтүстік Кореяда жылына 2-2,5 миллионға жуық ит сойылған.
Оңтүстік Кореядағы негізгі дінге дәстүрлі буддизм мен христиандық жатады. Ежелде конфуциандық кең таралып, Чосон династиясының 500 жылға жуық ресми идеологиясы болған. 2015 жылғы деректерге сүйенсек, елдегі тұрғынның 56% ешбір дінді ұстанбайды. 27,7% протестанттар мен католиктер, 15,5% буддашылдар. Кәрістер ашық ақкөңіл халық. Шетелдікті көріп, амандасып қайдан келгенін сұрауы мүмкін. Амандасуда не қоштасқанда қолыңызды созбай-ақ қойыңыз. Қол алысу деген түсінік оларда жоқ. Олар оның орнына иіледі. Адамның әлеуметтік статусы неғұрлым үлкен болған сайын, соғұрлым төмен иіледі. Ең төменгі иілу ата-анаға немесе ата-бабаларға арналады. Кәрістер шулы халық, өте қатты сөйлеседі. Кейде сырттан қарап, оларды ұрысып жатыр ма деп ойлап қаласыз. Ал шын мәнінде жай ғана сөйлесіп жатқан болып шығады. Оңтүстік Кореяда қоқыс өте көп, десе де қалалар өте таза. Дүкендерде арнайы урналар бар. Біреуіне пластик, біреуіне шыны, біреуіне қағаз, біреуіне тағам қалдықтарын салуға болады. Қала көшелері өте таза. Жер-көкке шаң тарамас үшін құрылыс орындарын арнайы пленкамен жабады. Кәрістерде барлығы ұмтылатын өзінше бір сұлулықтың идеалы бар. Ол әрбір қыздың ақшыл тері, үлкен көздер, В тәрізді бет пішініне ие болуы. Бұл мінездемеге табиғатынан бірде-бір кәріс әйелі сәйкес келмейді. Сондықтан оларға пластикалық ота жасауға тура келеді. Көптеген қыздарға мектеп бітіргенде пластикалық отаны сыйға тартады. Бұдан ерлер де қалыспайды. Кәрістер сырт келбетіне мұқият қарайды. Көшеден макияжсыз қызды кездестіру екіталай. Оңтүстік Кореяның заңы бойынша 28 жасқа толған әрбір ер адам 21 айлық әскери оқыту курсынан өту керек. Бұл ережеге барлығы бағынады. Бұған себеп Оңтүстік Корея мен Солтүстік Кореяның арасындағы 60 жылдық соғыс жағдайы. Екі мемлекет арасында әлі күнге дейін соғысты тоқтату жайында келісімшарт жасалмаған. Білімді адамдардың көп болғандығынан елдегі ғылым жылдам темппен дамуда. Қазірдің өзінде Оңтүстік Корея болашақтың елі деп аталып жүр. Өйткені олар әртүрлі ақылды, баламасы жоқ техникаларды шығарып, өзгелерден ерекшеленіп тұр. Корея ғылым және технология институтының студенттері роботтарды жасауда, ал Сеул ұлттық университетінде алғаш болып итті клондаған. Қарапайым гаджеттер, ноутбуктер, смартфондар барлығының қолында бар, тіпті балалар мен қаңғыбастардың өзінде. Осыған орай барлық жерлерде тегін Wi-Fi интернет қойылған. Кей-поп өзіндік ерекшелігі бар субмәдениет. Бұл жанр Корей жастарының арасында кең танымал. Бойбендтер мен герлбендтер бір-біріне өте ұқсас. Оларды коммерциялық мақсатты көздеген компаниялар құрады. Кей-поп баяғыдан-ақ Оңтүстік Кореядан асып, әлемге таралып кеткен. Статистикаға сүйенсек, Корея Республикасы әлемдегі ең ішкіш елдердің бірі. Ішуге шақырғанда бас тарту сыйламаудың белгісі болып саналады. Қалай ішуді үйрететін көптеген үстел ережелері бар. Әрбір кәріс көптеген шулы үстел ойындарын біледі. Ең танымал сусынға соджу жатады. Соджу дәстүрлі жасыл бөтелкедегі тәттілеу арақ. Масайған кәрістер өздерін тыныш ұстайды, жымиып алып караокеде әндетеді. Елде теңіз жағалауларында орналасқан курорттар өте көп. Турист үшін таңдау жеткілікті. Жол жиегіндегі демалыс орындарын әр 15-20 шақырым сайын кездестіруге болады. Демалыс кешенінде дәмхана, дүкен, жанармай бекеттері, тіпті жуыну орындары бар. Сондықтан болар сізге Кореяда несіңізде көп сақталды деген сұраққа 1000 саяхатшының жартысынан астамы жол бойындағы демалыс орындары деп жауап берген. Егерде Оңтүстік Корея жайлы басқа да қызықты деректерді білсеңіз, пікірге қалдырыңыздар. Осымен видеода өз мәресіне жетті. Лайк басыңыздар, кез келген пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.